Өткен бағдарламалардың бірінде Санжар Мадидің бизнесмені картинасына түсіп жатқандығын айтқан едік. Онда 90-шы жылдар бейнеленеді. Ал актерға басты болмағанымен маңызды рөлдердің бірі бұйырған. Біз Нұртас Адамбайдың жобасын аяқтадық. Одан кейін мен Ақан Сатаевтың бизнесмені фильмінде ойнадым. Бұл картинадағы рөл мен үшін қызық әрі ерекше болды. Өйткені мен үлкен жастағы бизнесменді ойнадым. Енді көріп бағасын бере жатарсыздар. Әрине, актер бір фильммен шектеліп қалмақ емес. Жұмыс басты актер бір жобаны аяқтап, бірден екіншісіне кірісуде. Тіпті оның демалуға да уақыты жоқ көрінеді. Қазір Глиняная яманы бітірдік, мүлдем бітті деп айта алмаймын. Оны Ресейде түсірдік. Енді 10-15% Қазақстанда қыркүйек айының аяғында түсіреміз. Санжар жуырда көрермендерін тағы да басқа жұмыстармен қуантпақ. Мен қазір америкалық әрі моңғолдық жобамен келісім шарт жасап жатырмын. Түсірілім Улан-Батор мен Монтана штатында өтетін шығар. Енді бұл бірнеше аптадан кейін түсірілетін фильм. Қазіргі уақытта менің көмекшілерім продюсерлермен сөйлесіп жатыр. Егер келісіп жатса, мен толығырақ айтып беремін. Актер фильм жайлы құпиясымен бөліскісі келмегенімен, оның қандай жанрда болатынын жасырмады. Жарайды, оған да рахмет. Бұл туынды экшн жанрында болады, қазіргі заманға сай түсіріледі. Енді Монғолия десе бәрі Шыңғысхан жайлы ма деп жатады. Жоқ, Шыңғысхан туралы ол жерде ештеңе жоқ. Санжар Мадидің заманауи фильмі жайлы толығырақ білем десеңіз, біздің арнадан ауыспаңыздар. Өйткені жуырда назарларыңызға ұсынатын боламыз.